Сәлеметсіздер ме, қазылар алқасы және де қатысушылар. Мен номері 5-ші Қандыағаш қалалық жалпы білім беретін орта мектебінің 6-ші сынып оқушысы Омар Ағзали. Менің жобамның тақырыбы мектептегі оқу үрдісін қолдау және жеделдету үшін жасанды интеллект негізінде ChatGPT ботты енгізу. Бот ассистентінің аты Қандыағаш номері 5-ші скул бот. Жобаның өзектілігі қазіргі білім беру жүйесінің негізгі мақсаты оқушылардың танымдық белсенділігін арттыру. Ақпаратты талдау дағдыларын дамыту және мұғалімдердің жүктемесін азайту. Жасанды интеллект технологиялары білімді дербестендіріп, жеделдері байланыс беруге мүмкіндік береді. Дегенмен дәстүрлі әдістер көп уақыт алады және барлық оқушылар бірдей бейімделе бермейді. Ал мұғалімдер жұмыстарға көп уақыт жұмсайды. Сондықтан заманауи шешіммен оқу процесін жылдам әрі икемді етіп, білім сапасын арттыруға және оқушылардың өз бетінше білім алуына мүмкіндік береді. Әдістемелік негізділігі. Жобаның әдістемелік негізі конструктивизм теориясы мен адаптивті оқытуға бейімделеді. Жоба жекелендіру, ынтымақтастық және жедел байланыс қағидаларына негізделген. Мұғалім немесе маманға нақты ақпарат береді. Мұғалімдер мен оқушылардың цифрлық сауаттылығы артады. Менің жобаның негізгі идеясы мектеп өмірін жеңілдетуге арналған ақылды бот жасау. Жобаның жаңашылдығы. Жоба білім беру процесіне жасанды интеллектті жүйелі түрде интеграциялау арқылы ерекшеленеді. 24-те 7 режимде қолдау. Оқушылар мен мұғалімдер кез келген уақытта боттан көмек сұрай алады. Көптілдік бот. Көптілдік бот қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде жұмыс істей алады. Бұл дегеніміз үш тілді білім беруге қолайлы. Әр маманға жеке қызмет көрсету. Қағаз журналының цифрлық жүйе. ChatGPT технологиясын мектепке енгізу. Қандыағаш номері 5-ші скул бот оқушылар деректерін жылдам сүзгілейтін бот. Мектепті қағазбастылық жұмысынан азайту. Психологиялық мінездеме көрсету. Қан тобы, отбасындағы бала саны, ата-анасының аты жөні, аллергиясы бар оқушылар табу. Сіздер осы QR кодты сканерлеу арқылы менің бот ассистентіме кіре аласыздар. Мысалы, сіздер Омар Ағзали туралы мәліметтесеңіздер, мен туралы толыққанды ақпарат шарт береді. Мысалы, сіздер оқушылардың қан топтарын, аллергиясы бар оқушыларды жаз десеңіз, олар сіздерге шарт береді. Отты құрудағы жолдар. Ең алдымен ақылы ChatGPT-ді ашып, ChatGPT батырмасын басамыз. Содан кейін создать кнопкасын басып, конфигурация кіреміз. Сосын конфигурацияда боттың қалай жұмыс істеу керектігін жасадық. Мысалы, ботқа неше жастан бастап кіре алатынын, ол тек мұғалімдерге ме, немесе оқушыларға ма, соның бәрін промпт арқылы жасадық. Бәрін істеп болғаннан кейін запускать бот батырмасын басамыз. Солай бот ассистенттеріміз дайын болады. Ботты құрудағы тәжірибе нәтижесі. ChatGPT негізіндегі ботты мектептің әртүрлі бағытында қолдануға болады. Мектеп мұғалімі Аржан Галетқазықызы. Мұғалімдерге көмек көрсету. Мұғалімдерге оқушылардың ақпарат мәліметтері керек болады. Сол кезде мұғалім осы бот ассистентке кіріп оқушылардың ат жөнін, жүсенін, екен жайын, ата-анасының толық аты жөнін біле алады. Мектеп басқарушысы Алдабергенова Мейрамгүл. Мектеп басқарушысы қай оқушының қай тағамға аллергиясы бар екендігін біле алады. Мектеп медбикесі Мадина Баделова. Мектеп медбикесіне қай оқушының оқушылардың қан тобы, сосын аллергиясы бар оқушыларды тауып береді. Әлеуметтік педагог Роза Жолмахамбетова. Әлеуметтік педагогқа жұмыс уақытына қарамастан тапсырма келеді. Мысалға, көп балалы оқушылар тізімі деп. Сол кезде әлеуметтік педагог осы бот ассистенттен жауабын ала алады. ChatGPT негізіндегі білім беру боты мектептегі оқу процестерін түбегейлі өзгертетін заманауи шешім болып табылады. Нәтижесінде мектеп жұмысы жеңілдеп, басқару сапасы артады және қызметкерлердің тиімділігі жоғарылайды. Қазақстандағы білім беру жүйесін жаңа деңгейге көтеріп, халықаралық тәжірибеге сай интеллектуалды технологияларды енгізу. Менің ұсынысым, бұл жоба болашақта мектеп өмірінің ажырамас бөлігіне айналып, білім беру жүйесіне үлкен пайдасын тигізеді. Оқушыға да, ұстазға да осындай ақылды көмекші қажет. Сондықтан менің ботым білім саласына енгізуге лайықты, пайдалы және инновациялық жоба.